Көрүүді, естүүді, ойлауды түгел оқытты. Мен бұлтқа қарап оқи алам. Бұлтта жазу бола ма? Сонда не деп жазылған? Онда оқу керек деп жазылған. Бұл әйгілі режиссер Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар алпамыс фильмнен үзінді. Бүгінде сирек көрсетілетін көркем туындының әр сәті санада жатталған. Қазақтың қадірменді қариясы туралы сөз етпек оқталғанда осы фильм ойға оралды. Ауылда өстік, ата ақылын тыңдап тәлімін алдық. Дегенмен біз көрген сол үлкендердің өзі аузының суы құрып отырып, кешегінің қарттарай деп арғы дәуірдің ақылмандарын сағынышпен еске алатын. Сондықтан болар әкелер айтатын қарияның болмыс бітімін ойша топшылағанда кинодан көрген Мұнар ата бейнесі елестейді. Алейкум әссалам, балам. Алтын шарбақ арасында ақтақтай. Ол не? Дүкеншінің аузы толған алтын тіс. Біреу ғана өзінікі. Дұрыс. Ай бетіне маса қонса не болады? Масаның салмағын көтер алмай, кейуана жер бетіне құлап түседі. Мұнар ата, мен атқа бара жатырмын. Жолың болсын, батыр. Ендалада еркін тірлік кешкен көшпелі қоғамның ұстанымы отырық желден өзгеше болды. Өмір сүру салтынан бастап ел басқару тәртібіне дейін. Бұл ретте қазақ қоғамындағы саяси әлеуметтік қатынас туыстық жүйеге негізделді. Соның ең басында билік пен бұқара арасында алтын көпір болып, ақсақалдар институты тұрды. Қазақ қоғамы 7 сатыдан тұрады. Адам жеке адамнан бастап, жеке тұлғадан бастап, хандыққа дейінгі арада 7 саты бар. Осының 4-ші сатысы жеті ата деп жүрміз, немесе аталық институт. Онда 4 құрылым бар. Ақсақалдық, содан кейін абысындар институты бар, жеңгелер институты бар, жігіттік институт бар. Қазақ қоғамы көшпелі қоғам, жалпы күрделі. Өйткені онда мына гумандық, гуманитарлық барынша жеріне жеткізе дамытылған қоғам. Түсініңіз бе, ол қоғамға басқа демократиялық принциптер, құқықтық принциптердің керегі жоқ еді. Гендерлік саясаттың өзінің керегі болған жоқ. Өйткені оның барлығы жаңағы мен айтқан 4 құрылым, соның бәрін жіктеп, өзінің мәселелерін шешіп отыр. Соның ең басында ақсақалдық алқа болды, ақсақалдық құрылым болды. Ақсақалдар институты мемлекеттің мызғымас тірегі болды. Оны өзге жұрт тауғынды. Бұл жайында 19 ғасырда өмір сүрген Ресей барлаушысы Ришкоп әр ру өздерінің ақсақалдары мен дәулетті адамдарын құрметтейді. Қайсы бір іске ру басылары мақұлдаған кезде ғана жұмылады деп жазған еді. Иә, ақсақал әулеттің тірегі ауыл аймағының ар ұяты болды. Күрмеу көп істің шешімін тауып, бағыт бағдар беретін, көргені көп мінезге бай ақсақалды ел болып құрметтеді, үлгі тұтты. Мынандай бір тәмсіл болған екен. Бір ақсақал, қария балаларына жаңағы өсиет етіпті. Дүниеден озар алдында. Анау жерге сендерге жер қалдырдым, байлық қалдырдым, сендерге қазына қалдырдым деп. Содан кейін ақсақал дүниеден өтіп кетеді. Ана балалары бәрі жерді қазат, іштеге таппайды. Жоқ іштеге. Ол ойланған алтын жатыр ма, күміс жатыр ма, басқа бір мүлік, жиһаз жатыр ма деп. Сөйтсе олардың ойына келеді. Мына жерді игеру керек екен. Мына жерді егін өсіру керек екен. Сөйтіп жаңағы егін егіп, жаңағы сөйтіп олар дәулетті болады. Ақсақал деген олар тәжірибелі. Олар байталман, олар өзісінің шебері, олар заманның қандай екен біледі, болжайды, болашақты болжайды. Кәрі кісінің тәжірибесі тасбақаның сауыттан берік деген мақал бар. Халық қариясына қарап бой түзейді, ақсақалына қарап өседі. Кемел көзқарасы кеңпейіл мінезіне қарап, есік алдында төбе болса ерттеп қойған атпен тең, ауылыңда қария болса жазып қойған қатпен тең деп бір ауыз сөзбен баға берді. Біз сол бұрынғы салттарды, қарияларды сыйлауды жалғастыруымыз керек, дәстүрді сақтауымыз керек. Бұрынғы ақсақалдар
асты алдына ас келгенде батасыз ас ішпейтін, бата жасамай ас қайырмайтын, сол дастарханның басы бір керемет үлгімен өнегеге, тәрбиеге толы ертегілер айтылатын, аңыздар айтылатын, мақал мәтелдер айтылатын, өлең жырлар айтылатын, сол бір дастарханның басының өзі бір мектеп сияқты еді, университет сияқты еді. Міне бұрынғы көпті көрген көнегөз қарияларымыздың кең кеудесінен сондай бұлақтар бар еді. Әуелі Құдай оңдасын, оң жолда батса, сіздердің атыңыз сау болсын, уайымдаймын, жоқ болсын, аз жоқ, ағайын туысқандарыңыз аман болсын, еліңіз аман, жұртыңыз болсын. Астың амандық болсын, бастың амандық болсын. Қалай жау жарық, қиыншылық, тартылық болмай, әрқашан аман есен осындай дастарханның үстінде бала шағаларымызбенен әзілдесіп, асқа бұйырып аман есен ішіп жүріп отырып Алла тағалам нәсіп етсін. Аллаху жақсы. Дана халқымызда келген жеріңнің биігіне шық, елінің үлкеніне жолық деген аталы сөз бар. Қазыналы қарттар туралы сөз өткенде үлкенге жолығып әңгімесін тыңдауды мақсат еттік. Қаланың іргесіндегі ауылда тұратын қайбір ақсақалдың үйіне барған кезімізде ол кісі демалыс күні қыдыра келген немерелерінің тәтті қылығына мәз болып әңгімелесіп отыр екен. 80 жылдық ғұмырыңызда не түйдіңіз деген сұрағымызға әкем айтқан 3 ауыз ақылы өмірлік ұстанымым болды. Сол жолдан таймауға тырыстым деп жауап берді. Сәй балам, саған бір 3 нәрсе айтайын деді. Бұл не нәрсе дегенде, мына дәніккенен құныққан жаман. Нәрсеге құнықпа. Сауда жасасаң да дейді. Таразыдан нәрсе жеме дейді әкемнің айтатыны. Таразыдан нәрсе ішсең о дүниеге барғанда азабын таптасын дейді. Өтірік айтма, ұрзық істеме. Не нәрсеге шыныңдай. Өтірікшінің құйрығы бірақ тұтам дейді. Артынан ұсталып қаласың дейді. Сол жерде отырған жерде мен білем деп көпіріп сөйлеп көжіме дейді. Оның өзімде кейінгі балаларға үлкен сабақ. Сонымен қазіргі балаларға айтып отырам. Кішкентай кезімде, бала кезімде мені қарияны сол ақсақалдың баласы деп меншіктеп берді ғой. Сосын меншіктеп бергеннен сол кешке қарай мал келгеннен ақсақалдар жиналады, барлық құрылтай болады, ашып отырып ауқаттанып, сосын әңгіме айтады. Небір тарихи дүниелерді айтады, өткен кеткен ұлы батыр бабалардың қисса дастандарын айтады. Сонда бір жас жігіт ортаға отырғызып қояды да, жаңағы қисса дастандарды оқытады, әуендетіп оқытады. Ей, басынан биік таудың аршап келем, аршамды көтер алмай шаршап келем деп. Сондай керемет қазақтың тарихи әуенді дүниелерін оқиды. Сонда сол мен атамның шапанының етегіне оралып жатып, қара шапанның етегіне сол дүниелерді тыңдап өстім. Ассалаумалейкум, Мұнар ата. Батыр, кел, уағалейкум ассалам. Отыр, балам, отыр. Ал, қалғалай. Жақсы. Әке шешең үйде ме? Үйде. Ой, саған не болған? Қабағың түсіп кетіпті. Мұның не? Өйтуге болан екен. Сен батыр емессің бе? Ана жатқан томарды көріп тұрмысың? Жалғыз өзім көтер алмай қойдым, соны барып алып келші балам. Қалай көтерем? Осы да сөз боп бар, сен батырсың ғой, бар алып кел. Ал кәне, арқысыңды салып аудар, бар, бар күшіңді сал деймін. Ай, азамат жарайсың, бүгінге жетер, бері кел. Мәне жігіт, жарадаң, қандай мықты едің, батырсың. Үлкенді сыйлаудың 3 түрлі әлеуметтік мәні бар. Біріншіден ақсақал асқан ақыл иесі, екіншіден қазақ дәстүрі мен салтын сақтаушы және оның орындалуын қадағалап реттеуші. Үшіншіден рухтар мен ата-бабалар әлеміне жақындай түскен адам, сондықтан ол ерекше құрметке ие. Келе жатқанда барлығы жол беретін себебі ол тек қана қадірлі болғандығынан емес, ардақты болғандығынан емес, кәртайғандығынан емес. Жалпы ақсақал жасына жеткеннен кейін адам о дүниеге беттейді. О дүниеге кірердің алдында адам ішкі әлемін тазарта бастайды. Осы ішкі әлемін тазарту біздің қазақ қоғамында өте жоғары деңгейде болды. Әрбір атамыз, әжеміз өзінің өлетін күнін білді.
түсіндіңіз бе? Олар кәдімгі жоғарғы әлеммен байланыста болады. Түс көреді, басқа да кез келген қазіргі экстрасенстердің деңгейінде болды. Яғни бұл жерде инфоэнергетикалық жолды кеспеу керек. Олар келе жатқанда оның алдынан өтуге болмайды. Әсіресе әйел адам өтуге болмайды. Инфоэнергетиканы кесуге болмайды. Өйткені олар соңында келе жатқан ұрпақтың жолын тазартушы. Түсіндіңіз бе? Қазіргі кезде кванттық сфераны көп зерттеп жатыр. Біздің материалдық әлемге кванттық әлемнің әсері өте үлкен қазір. Соны енді түсініп жатыр. Ал оны біздің қоғам бұрын меңгерген болады. Бір мысал, жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолына әкесімен араз бөжейді кездестірген Балабай оның жолын кеспей алыстан айқайлап сәлем беретін жері бар. Сонда бөжей балаға оң назарын салып, жөніңді айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып беді, жоқ өзіңнің істегенің бе дейді. Сонда Балабай, бөжікке әкем емес, өзім беріп тұрған сәлемім сізге депті. Абайдың жауабын естіген бөжей ықыласпен ақ батасын береді. Кейін кемеліне келіп көпке сөз айтқан Қахым Абай 19-шы қара сөзінде ата-бабаларымыздың бізден артық екі мінезінің бірі туралы былай деп жазады. Әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болған. Олар қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қанеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Абай Құнанбайұлы 39-шы қара сөзінен. Қоғам біздің қазір қайнауда. Батыстық түсінік келді. Бұрынғы өзіміздің ішкі қайнауымыз бар, аралас. Шеттен ағайындар келді. Шеттен келген ағайындардың да біз оларды бір белгілі бір қоғамның қайнауынан шықты. Қытай миллиардтың ішінен келді. Қытайның өзі де күрделі қоғам. Екінші, мынау Еуропаға барып келген балаларымыз бар. Үшінші, мына дінді анау бастауынан оқимыз деп араб елдерінде оқып келген азаматтар бар. Міне осы дүниелердің бәрінде бір осыларды үйлестіретін, ұйыстыратын кім? Әрине ақсақалдар болып шығады. Себебі жас адам үйлестіре алмайды. Жас, ол бәрібір жастың аты жас. Оның бір қайнау ішінде 43 күндік кемдігі бар. Ал енді біздің ақсақалдарымыз ол тәжірибе көрген, сондықтан біз солардың зиялыларын сахнаға шығарып, зиялыларын мінберге көтеріп, зиялыларын халықтың алдына шығарып, олардың абыройын артып, сондай бір салмақтайтын, екі жақты салмақтап шешетін дүниені біз ыңғайласақ, қоғамымыз бір жақсы қалыпқа түседі деп есептейміз. Егер де әрбір жанұяға баспанамен қамту дегеннің программаның орнына біз жаңа қариялар институтын, аталық институтты қалпына келтірсек жайлап, сол аталық институт әркімге отауын да жасап береді. Асар мен басқасымен барлық мәселе шешіледі. Асар қай кезде болады? Асар аталық құрылым бар жерде болады. Ақсақалдар қоғам бар жерде болады. Иә, Хакім Абай айтқандай, біз жоғалтқан, біз айырылған дүние көп еді. Осы 30 жылдықта соның орнын толтырып жатырмыз. Түгендер дүние әлі де баршылық. Бұл ретте ата, бала, немере арасындағы әдемі байланыс барлық істің бастауы болса керек. Әрине, жаңа ғасырда қалыптасқан жас буынға бағыт-бағдар беруде жауапкершілік салмағы үлкендерге түсер анық. Ал өзгені тыңдату үшін әуелі өзіңді түзе деген тәмсілге жүгінер болсақ, үлкендер де замана құбылысын бағамдап, уақыт көшіне ілесіп отырғаны жөн. Бұл біздің пікір емес, көпті көрген қарияның айтқан әңгімесі. Содан жүрген жерінде ақсақал адам өзім қалай болып көзім көрінсең, кейінгі келе жатқан жастар солай болады. Сол үшін өзің үлгі болу керек. Өзің әлгі көшеде ішіп алып айтсап, шақпылап, сақалды шошайтып жүрсең, ол саған ақсақалдық емес. Ісімен, отырған отырысымен, сөйлеген сөзіменен көпшілікке үлгі болса екен деп ойлаймын. Зиялылық деген бізге оғым бұрында көп айтылмайтын. 80-ші жылдардың соңында бастап айтыла бастады зиялылық деген. Зия деген нұр ғой, арабтың нұр деген сөзі. Мысалы ол жақсылық беру деген, айналаңа жақсылық нұрын шашу, адал жүру, мүмкіндігінше қоғамдағы күрделі мәселелерді әділ шешу деген сөз ғой. Сізге Абайдың 16-шы қара сөзін айта қой, рахмет жарығым, жалғастыр. Қазақ қолшоғым құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған болар жерден мал қазамын ба? Дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол
саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады тағы. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Ой, жақсы. Рахмет жарық, әдемі айттың. Мысалы атасы мен әжесінің қолын өсті, сол кісілерден тәрбие алды, сол кісілерден Абайды үйренді, Абайды оқыды, Шәкәрімді оқыды, Ақыт Қажыны оқыды, Оспанды таныды, Ахмет Байтұрсыновты таныды, әліппесін. Алғашқы әліппелерін бесікте жатқаннан бастап өздері әлдилеп, жаңа бесік жырмен атасы мен әжесі өсірді. Ұлттық мәдениетіміз, ұлттық тәрбиеміздің бәрі сол қариялармен жалғасып келе жатыр ғой, бізге ұлы қариялармен көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын қазақтың бір өзінің бір жеке ұлттық психологиясы бар ғой. Сол психологияның барлығы үлкен қарттардың, қариялардың, ақсақалдардың бойында. Қас батыр Бауыржан Момышұлы жасы үлкендерді төртке бөлген. Шал, қария, ақсақал және абыз. Отбасы ошақ қасынан ұзап шыға алмай, түтін аңдып, үйаралап жүргендер шал. Өз әулетін шашау шығармай, уысында ұстап, билік жүргізетін қария. Тұтас бір ауылдың жыртығын бүтіндеп, айдынын асырып отырған адам ақсақал. Ал елдің даудамайын шешіп, бүтін елді басқарған, халық тағдырына, ел болашағына, оның бірлік тұтастығына, ауызбіршілігіне зор жауапкершілікпен қараған жанды абыз депті. Абыз болсын, абыз сыйлау парыз болсын. Би болсын, би түсетін үй болсын. Хан болсын, ханға лайық заң болсын. Ақылды ақсақал, ол өзі лидер, стратег болу керек. Біздің бұрынғы қарияларымыз лидер, стратег болған, түбін ойлаған. Ал ел ішінде, бүкіл облыстарда, бүкіл жерлерде, осы жағы шаһарларда халықтың бүкіл қасиетін жағы бойына жинаған ақсақалдарымыз бар. Сондықтан да міне қазіргі тәуелсіздіктің 30-шы жылында біз ақсақалдарды төрге оздырып, олардың ақыл кеңесін тыңдап, олардың жағы тәжірибелерін пайдалансақ, біздің мемлекетіміз көгереді. Қазақ елі мәңгі болса екен, көзіме жас келеді. Кейінгі ұрпағым аман болса екен. Міне әкемнің айтқаны бар еді, 89 жыл айтты. Көшесі қарағы бір көшек бар екен. Қазаққа күн туады екен дедім, қазаққа күн туды. Әкеміз сондай оқымысты, үлкен халық сыйлаған, ел сыйлаған адам еді. Міне сода болып көштік, келдік, жаманшылық көргеніміз жоқ. Ел бастаған президентіміз аман болса екен. Бір жағадан бас шығарып, бір жағынан қол шығарып, бір қазақ, көп бар қазақтың бәрі менің өзім қазағым деп өссе екен деп мен армандаймын. Жат жерде жатырқамаймын десең, жақсымен жолдас бол. Дархан көңілді, көктемдей жомарт жандар-ай, сәуледей аппақ пейілді, қазақтың қайран-ей, қарттар-ей, өзіңе мәңгі қарыздар-ей, ұрпақтарың-ей, арттақ-ей. Бабалар асыл даналар, қазақтың қайран қарттар-ей, алыстап кеттің